Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар? Бүгін біз заттардың тасымалдануы бөлімінің соңғы параграфымен танысамыз. Бұл параграфтың аты жүрек қан тамырлары жүйесінің аурулары деп аталады. Яғни біз жүрек қан тамырлары ауруларымен танысамыз. Енді біз тақтаға қарайтын болсақ, біз көптеген аурулардың яғни тізімін көріп тұрмыз. Әрқайсысына қазір біз тоқталайық. Негізінен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұйғарымы бойынша 20 ғасырдың екінші жартысында адамның өліміне душар ететін аурулардың тобына осы жүрек қан тамырлар аурулары жатады. Яғни адамның өмірін ұзартудың бірден бір жолы осы аурулардың алдын алу болып табылады. Енді жүрек қан тамырлы аурулары қандай аурулар? Бірінші, қан қысымының төмендеуі және қан қысымының жоғарылауынан болатын аурулар. Бірінші, гипотония. Гипертония. Бұл гипер және гипо деген сөз көне грек тілінен алынған. Яғни жоғары және төмен дегенді білдіреді. Гипотония қан қысымының төмендеуі. Яғни гипотония дегеніміз қан қысымының төмендеуі. Ал енді аты айтып тұр гипертония және немесе гипертензия. Гипертензия, гипертония деген ол синоним ұғымдар. Яғни бұлында қан қысымының жоғарылауы. Гипертония қан қысымының жоғарылауы. Қан қысымы неден жоғарылауы мүмкін? Адамның жасы ұлғайған сайын артерия қан тамырларының серпімділігі, оның созылғыштығы төмендей береді. Сол кезде қан тамырлары тарылады. Қан тамырлары тарылуының нәтижесінде қан қысымы көтеріледі. Қалыпты жағдайда қан қысымы 120/80, ал гипертония кезінде одан жоғары болады. А гипотония кезінде бұл көрсеткіштен төмен болады. Ол кезде қандай нәрсе болуы мүмкін? Жүрек аз соғады, немесе жүректің соғуы жиілейді. Адамның басы айналады, құлағында шу болады, жүрегі айниды, терісі қызарады, құсқысы келеді. Бұл осы гипертонияның белгісі. Гипертония қай кезде пайда болуы мүмкін? Гипертония дұрыс тамақтанбаудан пайда болуы мүмкін, немесе қатты күйзелістен пайда болуы мүмкін. Сол себепті гипертониямен ауырған кезде онда далаға, таза ауаға серуендеп, оның тағамдық, яғни күнделікті тағам рационын дұрыстаған жөн. Енді екінші ауруды миокард инфаркті деп атайды. Бірінші, миокард деген сөзді біз естігенбіз. Өткен сабақта есімізге түсірейік. Өткен сабақта мен сендерге жүректің құрылысын айтқам. Сол кезде жүректің сыртқы қабаты эпикард, ортаңғы бұлшықетті қабаты миокард, ішкі қабаты эндокард деп айтқам. Сонда миокард деген сөзді сол кезде естіген болатынсыңдар. Миокард дегеніміз жүректің бұлшық етті қабаты. Ал миокард инфаркті дегеніміз не? Миокард инфаркті дегеніміз ол жүректің бұлшық ет қабатының, яғни бұлшық еттің семуі. Ол сему қай кезде пайда болуы мүмкін? Яғни қан ағысының бұзылуы нәтижесінде жүрек бұлшық еті семуі мүмкін. Бұл миокард инфаркті кезінде сол жақта, жүректің сол жағында ауру сезімі пайда болады. Ол ауру сезімі сол жақ қолға, мынау мойынның сол жақ бөлігіне, немесе жауырынға берілуі мүмкін. Бірақ кей кезде жөтелу, немесе жаңағы тыныс алу мүшелері, ас қорыту мүшелері аурулар сияқты да белгісі болуы мүмкін. Бұл аурудың бірден бір білу себебі ол электрокардиограмма жасау, яғни жүректің жұмысын жазу арқылы білуге болады. Миокард инфаркті кезінде алғашқы көмекті қалай береміз? Негізінен миокард инфаркті кезінде 40 минуттан кейін оттек бармағандықтан ол жерде жаңағы жүректің бұлшық еті бұзылады. Бұл қандай көмек болуы мүмкін? Яғни бірінші дәрігерге қоңырау соғамыз,
бұл бірінші қадамымыз. Екінші қадамымыз, ауырып жатқан адамға нитроглицерин беруіміз керек. Оның мөлшері 0,5 миллиграмм нитроглицеринді тілінің астына салу керек. Және аспиринді шайнату керек. Сонан соң барып, оны міндетті түрге дәрігерді шақырып, дәрігерге қарату керек. Енді, яғни миокард инфаркты дегеніміз жүрек бұлшық етінің семуі. Енді ишемия дегеніміз не? Ишемия, яғни жүрек ишемиясы ауруы, бұл инфаркт сияқты ауру, бірақ инфаркт тез болатын болса, бұл ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Бірақ белгілердің бәрі осы инфаркт сияқты болады. Яғни ұзақ уақыт. Яғни ұзақ уақыт бірден көрініс бермейді, ұзақ уақытта осы ишемия ауруы пайда болуы мүмкін. Келесі ауруды атеросклероз деп атайды. Атеросклероз дегеніміз не? Бұл гректің сөзінен алынған ботқа, каша, қатып қалу дегенді білдіреді. Ол не деген? Яғни атеросклероз бұл май алмасуынан туындайтын ауру. Май алмасуы бұзылады, сол кезде туындайтын ауру. Бұл кезде май шытырлары пайда болады. Жировые бляшки дейді, май шытырлары пайда болады. Сөйтеді де, ол қан тамырларының қабырғасына жабысады. Сол кезде атеросклероз пайда болады. Яғни май шытырларының пайда болуы. Май шытырлары. Атеросклероз ишемия мен инфаркты немесе инсультті туғызады. Яғни осы аурулардың болуына алып келетін ауру. Негізінен атеросклероз осы жүрек қан тамырларының ішіндегі ең көп кездесетіні осы атеросклероз. Ал енді бағанағы май шытырлары артерия қан тамырларының ішін толтырып бітеп қою мүмкін дедім. Ал тромбоз деген ауру, бұл артерия қан тамырларындағы қан тамырларының қоюланып, қан ұйыққа айналуының нәтижесінде пайда болады. Яғни қан ұйық, сгусток крови, яғни қан ұйық пайда болады. Сөйтіп, яғни тромбоз ауруы дамуы мүмкін. Яғни қан ұйықтың пайда болуы. Енді тағы бір ауруды тахикардия деп атаймыз. Тахикардия деген сөз бұл қандай ауру? Яғни бұл жоғары, тахи деген жоғары, кардия деген жүрек. Яғни жүректің жиі соғуы. Жүректің жиі соғуы. Өткен сабақта біз айтқанбыз, жүрек соққан кезде минутына 75 рет соғу мүмкін деп. Ал тахикардия кезінде жүрек жиі соғады. Сол жиі соғу себебі неден пайда болады? Яғни қатты күйзелістен, немесе ауыр дене жүктемесінің болуынан, немесе бұл кезде қандай белгілер пайда болады? Адам ентігеді, адам әлсіз болады, басы айналады, шаршайды, жұмысқа деген қабілеті төмендейді. Жүрек қан тамырларының ауруларының тағы бір ауруы балар, ол инсульт деп аталады. Инсульт дегеніміз латын тілінен алғанда соққы дегенді білдіреді. Удар. Инсульт қай кезде дамиды? Яғни қан тамырларының мида жарылуынан осы инсульт ауруы пайда болады. Яғни мида қан тамырларының жарылуы.
Мида қан тамырлары жарылған кезде балалар, ол аурудың белгісі, яғни ол мидағы қай жерде жарылғаны, яғни мидағы жарылу мөлшеріне байланысты, яғни болады. Мида қай бөлшекте, яғни қай аймақта жарылса, сол аймақтың жұмысы бұзылады. Сол себепті кейбір кезде аяқ-қолдың істемей қалуы, немесе сезімталдықтың дұрыс болмауы, немесе сөйлеудің нашарлауы осыны көрсетеді. Яғни мидың қай бөлігінде жарылса, сол бөлік зардап шегеді. Және сол бөлікте жауап беретін іс-қимылдар бұзылады. Міне балалар, біз сонымен жүрек қан тамырлар ауруларының, яғни қан қысымының төмендеуі, жоғарылауынан болатын гипотония, гипертония ауруымен, жүректің бұлшықет қабатының зақымдануы себеп қалуынан миокард инфаркті болатынын, оған ұқсас ишемияның болатынын, май шытырларының пайда болып, оны артерия қан тамырларының қабырғасын тарылтуынан пайда болатын атеросклерозды, немесе қан ұйықтың пайда болып, қан тамырларын бітеп қалатын тромбоздың, немесе жүректің соғуы жиілейтін тахикардияның және инсульттің, миға қан құйылудың себептерін білдік. Енді біз бұдан қалай алдын алуымыз керек? Мен бағана айттым, жүрек қан тамырларының алдын алу адамның өмірін ұзартудың бірде-бір шарты дедім. Сонда біз не істеуіміз керек? Жүрек қан тамырлар аурумен ауырмас үшін. Яғни бірінші нәрсе, біз салауатты өмір салтын ұстануымыз керек. Яғни ол дегеніміз не? Майлы тағамдарды, әсіресе қаныққан май қышқылдарын қолданбауымыз керек. Яғни қаныққан май қышқылдары дегеніміз жануарлы майларын. Екінші, қуырылған тамақты жемеуге тырысу керек. Консервіленген қуырылған тамақты аз жеу керек. Табиғи өнімдерді, яғни жеміс-жидекті өзіміздің рационға көп қосуымыз керек. Таза ауада көп серуендеуіміз керек. Қатты күйзеліске ұшырамауымыз керек. Ұйқымыз тыныш болу керек. Күнделікті норма, яғни қалыпты жағдайда 7-8 сағат ересек адам ұйықтау қажет болса, ол ұйқыны міндетті түрде сол мөлшерде ұйықтауымыз керек. Одан басқа темекі тартпау, одан басқа алкогольді ішімдіктерді ішпеу, үнемі көңілді жүру, немесе дене қимылы, гиподинамия дегеніміз қазір, дене қимылының жоқтығын гиподинамия дейміз. Яғни бізде дене қимылы болуы қажет. Сондықтан біз күнделікті серуендеуге, спортпен шұғылдануға тиіспіз. Сол кезде жүрек қан тамырлары жүйесі аурулары болмайды. Біз яғни өзіміздің өмірімізді ұзарту үшін осындай шарттарды міндетті түрде орындауымыз керек. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен бітті. Жүрек қан тамырлары жүйесінің ауруларымен таныстық, яғни оның алдын алу шараларын қарастырдық. Егер де сұрақтарың болса, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңдар. Қош сау болыңдар.